оны ол мәселені де кейін көтеретін боламын. Бірақ нақтылай айтқанда, Шәкәрім Құдайбердіұлы атылып колодецқа ақшалай. В общем, колодецта оның мәйітін лақтырып жібереді. Так. Енді біз хикаяттың ең маңызды, ең әсерлі бөліктерінің біріне келіп қалдық. Кейіпкер әлемі. Әдеби шығармадағы кейіпкерлерді түсіну, сол туындының жүрегіне үңілу. Әсіресе тарихи кезеңде жазылған шығармада кейіпкер деген жай адам емес, шын өмірде болған, өмір сүрген, сезінген тарихи тұлға. Олар дәуірдің, қоғамның, рухани ахуалдың көрінісі болып табылады. Аққуда атпас болар хикаятында да дәл осындай терең тұлғалар бар. Ол біздің орталық кейіпкер Шәкәрім Құдайбердіұлы. Осы бөлімімде тек сипаттап қоймаймын. Мен сіздерге Шәкәрімнің ішкі әлемін, оның көзқарасын, оның жан дүниесін, оның тағдырын мүмкіндігінше кең әрі терең ашып бергім келеді. Және оны шығармадағы үзінділер бойынша қарайтын боламыз. Сонымен бірге басқа кейіпкерлердің де мән мағынасын, олардың рөлі мен идеялық жүктемесі туралы толық тоқталамын. Салт дәстүрлерді де кеңейтіп, өмірмен байланыстырып түсіндіріп көремін. Шәкәрім бұл жай бір әдеби кейіпкер емес, бұл тарихи тұлға, жаңа айтып кеткендей, ұлттың болашағын ойлап, өзінің жеке өмірін құрбандыққа шалған ұлт перзенті. Хикаятта оның бейнесі ерекше бір нәзіктікпен, тереңдікпен, салмақпен берілген болатын. Автор оны тіпті суреттеп қана қоймайды. Оның ішкі жан дүниесінің есігін ашып, оқырманды ішке кіргізіп, оның мұңын, арманын, өкініші мен қуанышын бірге сезіндіртеді. Алдымен Шәкәрімнің жалғыздығын түсіну керек. Саятқорларға кетуі, оның қоғамнан қашу емес. Бұл оның қоғамды түсінбеуі мен туған философиялық қадамы. Заман бұзылды, адам бұзылды, билік бұзылды, құндылықтар бұзылды. Осылайша адамда екі жол қалады. Не сол ағынға қосылып кете беру, не рухани тазалығын сақтап жалғыз жүру. Шәкәрім жалғыз жүруді таңдаған болатын. Осы жалғыздық әлсіздіктен емес, оның рухани таңдауы десек те болады. Оның рухани биіктігі, басқа қоғам мүшелерінен оны айыратын нәрсе. Өйткені рухани таза адамдар көбіне көпшілікпен тіл табыса алмайды. Олар биікте жүреді, биіктен қарайды, биікте ойлайды. Шәкәрімде де дәл осындай бейнесі бар. Негізі біздің қазақ философиясында рухани жалғыздық тек қана Шәкәрім Құдайберді туралы емес, оны тағы да Абай да айтып кеткен болатын. Рухани жалғыздық. Сенің жан дүниеңді түсіне беретін, сен секілді сауатты деңгейде және өзің секілді көзі ашық адамның қасында жоқтығы осы рухани жалғыздықтың тағы да бір көрсеткіші. Шәкәрім Құдайбердіұлының табиғатқа жақындығын хикаятта суреттеп жазады. Шәкәрім табиғатты жанымен түсінеді. Бұл тек жай құс,
жай жылқы, жай дала емес. Ол табиғатты тірі кітап деп қарайды. Ол қарға қараса, өмірдің мәнін көреді. Ал жылқыға қараса, даланың рухын көреді. Қыранға қараса, еркіндіктің табиғат арқылы суреттеген көрінісі болып есептейді. Автор осыны жай ғана әдемі сөз үшін қолданбайды. Бұл адамның ішкі әлемі, табиғаттың үндестігі туралы терең ой. Шәкәрім жалғыз қалғанда өзін жалғыз сезінбейді. Өйткені оның жанында табиғат бар. Адамнан жылулық таппаған жан табиғаттан табады. Шәкәрімнің тарихи тұлға ретіндегі салмағы сөзбен айтып жеткізуге қиын. Жоғарыда айта Шәкәрім Құдайбердіұлы Абаймен тығыз сипаттауға келеді. Себебі Шәкәрім Абайдың нағыз шәкірті болып табылады. Ол Абайдан білім алып, парасат алған, рухани тәрбие алған нағыз шәкірттерінің бірі болды. Абай айтқандай адам бол қағидасы Шәкәрімнің өмірлік ұстанымына айналған болатын. Шәкәрімнің жолы ұлы ойшылдардың жолы. Тіпті Толстоймен хат алысып, ол адамның рухани ойларымен үндескен болатын. Хикаятта Шәкәрім тарихи тұлға емес, рухани әлемнің символы ретінде көрсетіледі. Ол әділетті, таза, қайсар мінезді және терең ойлы. Шәкәрімнің трагедиясы көп. Өзінің туған ұлдары қуғындарға ұшырады. Жақындары аштан қырылып жатыр. Ел алдындағы абыройы аяқ асты болды. Жаңа билік оны жау санап өмір сүруге бермеді. Адам тезгісіз қайғыны бастан кешіп, сол қайғының алдында ол сынбаған. Керісінше одан да биіктеп өзінің таңдауын жасаған. Автор Шәкәрім арқылы бізге былай дегісі келген. Шын рухани адамды ешқандай зұлмат жеңе алмайды. Шәкәрім Құдайбердіұлынан кейін келесі кейіпкеріміз қара шегір болып табылады. Оны біз не үшін кейіпкер деп санай аламыз? Құс кейіпкер бола ала ма? Мен ойымша, бола алады. Егер ол символдық мәнге ие болса. Қара шегір бұл Шәкәрімнің ішкі жан дүниесінің жалғасы. Оның еркіндікке, биіктікке және рухқа деген ұмтылысының көрсеткіші болып табылады. Қазақта ерте заманнан бастап қыран баптаудың өзі үлкен дәстүр болған. Қыран тектіліктің белгісі. Қыран батылдықтың, тазалықтың, еркіндіктің символы болған. Шәкәрімнің қара шегірмен қарым-қатынасы да сондай. Ол оны жай аң аулайтын құрал ретінде қарамайды. Ол оған жанды досындай қарайды. Онымен сұхбаттасады, онымен сырласады. Оның қартайғанын байқап, аянышпен, мейіріммен қарайды. Кітаптағы ең әсерлі, ең күшті, ең жүрекке тиетін эпизодтардың